Проводится второй день оперативных сборов командным составом офицеров Национальной гвардии. Каждые полгода, согласно программе боевой подготовки, эти сборы провожу я лично по распоряжению министра внутренних дел. Отрабатываются практические навыки владения штатным вооружением, состоящих на вооружении подразделений Национальной гвардии. жылы алынған арнайы құралдар мен қару-жарақтар көрсетілді, және де біріккен арнайы топтың жаппай тәртіпсіздікті жою іс-әрекеті және де бронемобильдегі арнайы құралды қолдану тобының іс-әрекеті, бөлім командирлері бронемобиль федерал оқу-жаттығу орындады. Жеке құрамның техникамен демонстрациясы болды. Оның ішіндегі жаңадан көріп отқан методымыз карусель. Соны көріп тамашаладық. Сейчас вот в городом учебном Каратау проводятся занятия по тактическим действиям и огневому поражению противника в горных условиях. Сол жақтан таудың қиылысы